Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз Абай атындағы мектеп-гимназиясы мектебінің математика пәні мұғалімдері Спабекова Бигур Ахметжановна және Мұстахаева Венера Мерекеевна. Біздің авторлық жұмысымыз педагогтерге арналған әдістемелік ұсыным. Тақырыбы алгебра пәнінен құндылықтарға негізделген тапсырмаларды тиімді қолдану бойынша. 9 сыныптың алгебра пәніне бойынша. Бұл әдістемелік ұсынымның мақсаты 9 сынып алгебра курсының мазмұнына адал азамат тәрбие бағдарламасында белгіленген құндылықтар мен негізгі құзыреттерді интеграциялау арқылы сабақта құндылықтарға негізделген тапсырмаларды тиімді қолдану бойынша педагогтерге әдістемелік практикалық қолдау көрсету. Ал міндеттеріміз осы адал азамат құндылықтарын сабаққа кіріктірудің әдіс тәсілдерін, сабақ үлгілерін ұсыну, білім алушылардың функционалдық сауаттылықтарын және сыни ойлау дағдыларын дамытатын құндылықтарға негізделген тапсырмалар үлгілерін жинақтау, математиканың өмірлік маңызын түсіндіру арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Сондай-ақ оқу процесінде білім беру мен құндылықтарды қалыптастыруды қатар жүргізе отырып, тәрбиелік нәтижеге қол жеткізу. Педагогтерге құндылықтарға негізделген тапсырмаларды құрастыру және оларды сабақ кезеңдерінде тиімді қолдану бойынша әдістемелік практикалық қолдау көрсету. Ары қарай әріптесіме сөз беремін. Біздің әдістемелік ұсынымның өзектілігіне тоқталып өтсем, функционалдық сауаттылық білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің бірі. Қазіргі қоғамда білімнің сапасы оны өмірде қолдана білу сауаттылығымен өлшенеді. Оқушылардың теориялық білімді қазір білуі жеткіліксіз. Біз олардың теориялық білімді алған білім мен дағдыларын өмірлік жағдаяттарда қолдана білу дағдысын өлшеуіміз керек. Білім алушылығының өмірлік құзыреттілігін қалыптастыру бүгінгі күн талабы отыр. Сондықтан оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру ол бүгінгі заманның талабы болып отыр. Өнімдегі бірінші айтатынымыз оқу үдерісінде құндылықтарға негізделген тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану арқылы білім алушылардың функционалдық және математикалық сауаттылығын арттыруға, жан-жақты дамыған тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталады өнім. Екінші, біздің өнім адал азамат тәрбие бағдарламасының мазмұнымен толықтай үндеседі. Пәндік білім мен құндылықтар жүйелі түрде практикалық контекст арқылы интеграцияланған. Математикалық білім тек формулаларды меңгеріп қана қоймай, өмірде дұрыс шешім қабылдауға, дәлелмен сөйлеуге, логикалық ойлауға үйретеді. Осы ұсыным сабақтың әр кезеңінде құндылықтарға негізделген проблемалық өмірлік жағдаяттарды қолдану арқылы білім алушылардың сыни ойлауын дамытуға үлкен көмек болады. Әдістемелік ұсынымды қолдану барысында педагогтер арасында тәжірибе алмасу мен бірлескен жоспарлау жұмыстары жанданады. Педагогтер өз тәжірибелерінде құндылықтарға негізделген оқытудың білім алушының нәтижесіне әсерін зерттеп, талдауға үйренеді. Осы мақсатта бізде күтілетін нәтижелер құндылықтардың кіріктірудің әдістерін, сабақ үлгілерін ұсынылады. Құндылықтарға негізделген тапсырмалардың үлгілері жинақталады. Пәнге деген білім алушылардың қызығушылығы артады. Оқу процесінде білім беру мен құндылықтарды қалыптастыру қатар жүргізіліп, тәрбиелік нәтижеге қол жеткізіледі. Сондай-ақ педагогтерге құндылықтарға негізделген тапсырмаларды тиімді қолдану бойынша әдістемелік практикалық қолдау көрсетіледі. Біз осы әдістемелік ұсынымда 5 тарау бойынша, 5 бөлім бойынша, әр бөлім бойынша негізгі тақырыптары бойынша оқу мақсатына сәйкес тапсырмалар құрылған. Мына жерде алдарыңызда бізде бірінші бөлімде, мысалы, бір тараудың, бірінші алдымен сабақтың тақырыбы көрсетіледі. Сол тақырыпқа байланысты оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты таңдалады. Оқу мақсатына сәйкес біз сабақтың мақсатын анықтаймыз, соған байланысты бағалау критерийі анықталады. Сосын соған қарай бізге тапсырма құрастырылады және осы тапсырма құндылықпен қалай үйлеседі, сол түсіндіріліп өтеді және әр тапсырманың соңында оны тексеру дұрыс жауабы берілген және тексерудің дискриптері берілген.
Мысалы, мына бірінші тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықты емес теңдеулер және олардың жүйелері. Бұл жерде бір мына тапсырма бізде, мысалы, жаңағы көгалдандыру үшін гүлзарға гүл отырғызу жоспарлады деген. Бірінші топ күн сайын X түп гүл отырғызады, екінші топ Y түп гүл отырғызады. Төмендегі теңдеулердің қайсысы осы жағдайды сипаттайды? Сосын кейін оқушыға сұрақ қойылады, теңдеулердің қайсысы сызықты емес екенін анықтаңыз дейміз. Сосын қайсысы нәтижелі жұмысты сипаттайтынын түсіндіреді. Енді бұл жердегі оқушыларға құндылықпен осы тапсырманы қалай байланыстырамыз? Осы есепті талдағаннан кейін оқушыларға келесідей сұрақ қойылады. Экологиялық жобаларға қатысу адам бойындағы қандай құндылықтарды дамытады деп сұрақ қойылады. Шағын пікірталас, пікір алмасу ұйымдастырылады сыныпта. Осы тапсырма, осы пікір алмасу нәтижесінде біз осы тапсырма арқылы Адал азамат тәрбие бағдарламасындағы қамқор жобасындағы түлектердің ағаш егуі эко-челлендж және табиғатты қамқорлық жасаймыз акциясына белсене қатысуға насихаттаймыз және оған қатысудың маңыздылығын түсіндіреміз. Келесі тапсырмада бірінші 90 тапсырмасы бойынша бұл жерде мектептегі жас геолог үйірмесі, жас экологтар эко жоба байқауына байланысты кіріктіре отырып осы тақырыптарды бұл жерде жаңағы екі айнымалысы бар сызықты емес теңдеулер жүйесі бойынша тапсырмалар алынған. Әр тапсырманың міндетті түрде дескриптормен беріледі балаларға. Бұл жерде енді пікір алмасу қорытындысында оқушыларға жаңағы қоғамдық шараға қатысу оларға мүмкіндік екендігі ескертіледі. Осы нәтижесінде белсенділік, коммуникация, яғни көшбасшылық, шығармашылық қабілеттері дамиды осы жұмыстардың барысында. Бұл жерде қандай да бір іс-әрекетті жоспарлау, ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады. Және де болашақ өздерінің мамандықтарын таңдауға әсер етеді деген ойға жетелеу керек. Болашақта олар қоғамдық жұмыстарға белсене қатысу барысында олардың әділдік, жауапкершілік құндылықтары осы жерде әрі қарай дамиды, қалыптасады. Яғни еңбекқорлыққа бұл жерде тәрбиелеу, әділ білу, жауапкершілік бұл жерде қалыптасады. Және де бірлік пен ынтымақтастық бұл жерде құндылығы орын алады, дәріптеледі. Келесі тапсырмада қарап отырсаңыздар, комбинаторика бөлімі бойынша бұл жерде әртүрлі тапсырмалар алынған. Бұл жерде де балалар дескриптор бойынша тапсырмаларды орындайды. Бұл жерде енді, яғни құндылықтарға негізделген тапсырмаларды сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдануға болады. Сабақтың басында немесе негізгі бөлімде, немесе сабақтың бекіту кезеңінде сіздерге балалардың білімін тексеру үшін қолдануға болады. Мысалы, мына жерде 8-ші тапсырмаға тоқтала кетсек, жаңағы кодты құрастыру ғой, 6 символдан құрайтын кодты құрастыру тапсырмасы тұрады. Оқушыларға қоятын сұрақтар, мысалы, бірнеше сұрақтар қояды. Мысалы, соңында Марат жасаған кодты цифрдан басталу ықтималдығы қандай? Бұл ақпаратты қайда қолдануға болады деген сұрақ қоя отырып, сол сұрақтың негізінде біз жаңағы әділдікті сақтауға, немесе құпияны сақтауға деген сияқты құндылықтарды насихаттаймыз. Мынау енді бізге мынандай тапсырма беріледі балаларға. Мысалы, тұрғын үй кешенінде 40-25 өлшемде тік-төртбұрыш пішінді ойын алаңы бар. Оның ортасына радиусы 8 метр болатын дөңгелек жасыл аймақ паркі салынған. Енді оқушыларға мынандай тапсырма беріледі. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Алдымен оқушылардан сұраланады, қала алаңының жалпы ауданы табыңыз дейміз. Екінші сұрақ, жасыл аймақтың ауданын табыңыз. Үшінші сұрақ, кездейсоқ тұрған адамның жасыл аймақта болу ықтималдығын есептеңіз. Жерде әрине ықтималдықтарда жаңа геометриялық ықтималдыққа негізделіп тұр. Жасыл аймақта болу ықтималдығын есептейміз. Төртінші сұрақ, егер жасыл аймақтың радиусы 10 метр болса, ықтималдық қалай өзгереді? Және соңғы сұрақ, қай нұсқа экология үшін тиімді деген сұрақ қоямыз. Сонда оқушылар радиусы 8 болған жағдайдағы
кездейсоқтықты есептейді және радиусы 10 болғандағы кездейсоқтықты есептейді дағы қорытынды жасайды. Қай жағдайда бізге экология үшін қай жағдай тиімді деп. Осы тапсырманы біз мысалы адал азамат бағдарламасындағы заң және тәртіп құндылығындағы экологиямен байланыстыруымызға болады. Мынандай сұрақтарды қоюға болады, мысалы қазіргі бірнеше тұрғын үйлер салынып жатыр, осы құрылыс компанияларында қандай заң талаптары жиі бұзылады, олардың заң талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылау жүргізіледі ме, жоқ па, немесе сіздің айналаңыздағы жаңа аумақта жаңа құрылыс компаниялар салған үйлерде осы экологиялық не сақталған ба деп сондай сұрақтармен балаларды мысалы неге заңға бағынуға, тәртіпті сақтауға қажеттілігін түсіндіреміз. Үйге және мынандай сен сұрағын беруге болады. Жасыл аймақтың диаметрі 16 сантиметр болатын дөңгелек болған ыңғайлы ма, әлде диагоналі 16 метр болатын шаршы болған ыңғайлы ма? Қай жағдайдағы ықтималдық қалай өзгереді және қай нұсқа экология үшін тиімді деп қысқа үй жұмысында осылай систем зерттеу сұрағын беруге болады. Және оны оқушылар ойын дәлелдеп міндетті түрде алып келеді есепте. Жақсы, келесі тапсырма бұл жерде Ньютон биномы тақырыбы бойынша. Бұл тақырыпты өздеріңіз білесіздер, балалар көпшілік балаларға бұл қиындық тудырады. Бұл формуланы жаттау, әсіресе есте сақтауға балаларға көп қиындық тудырады. Сондықтан бұл тақырып бойынша біз құндылықтарын кіріктірген кезде адам бойындағы жақсы және жаман әдеттер деп, мысалы X-ті жақсы әдеттер, Y-ті жаман әдеттер деп алдық. Осы жерде, яғни формуланың маңызын түсіндіру. Ньютон бином формуласы арқылы жіктеу тапсырмасы бойынша, яғни Паскаль үшбұрышын пайдаланып, олар коэффициенттерінің қалай өзгеретінін көрсету керек. Мына қосымша қасында сурет бойынша бұл жерде X-тің жаңағы айнымалысының дәрежелері артады, Y айнымалысының дәрежелері келмейді. Яғни сол сияқты жаман әдеттерді азайтып, жақсы әдеттерді арттыру керек деген сол құндылықпен байланыстырып, осы жерде формуланы да жылдам есте сақтауға үйретеміз. Келесі тапсырмада сол сияқты еңбекқорлық пен жалқаулық. Бұл жерде жіктелудің 4-ші мүшесін табу тапсырмасы беріледі. Яғни бұл жерде еңбек пен жалқаулықтың теңескен сәтін бұл жерде Т формуласы соған дәл келіп тұр. Бұл жерде де балалар мәндерін орнына қойып, 4, 6, N-нің 6 екенін, K-нің 3 екендігін ақтап, формулаға қойып, мәнін есептейді. Келесі тапсырмада білім алу қарқынын, мысалы X деп алсақ, уақытты бос өткізу бірнеше есе, яғни бұл жерде X-ке тәуелсіз бос мүшені табу керек. Бұл жерде бұл мүшені адамның сыртқы әсерге қарамастан сақталатын ішкі тұрақтылық деңгейін көрсетуге болады. Яғни осы құндылықтармен байланыстырып балаларды тақырыпты тез меңгеруіне көмек береміз. Бұл жерде енді еңбекқорлық және кәсіби біліктілік құндылықтары орын алады. Келесі тапсырмада бұл жерде жасампаздық пен жаңашылдық құндылығы бойынша. Жасампаздық бұл жаңашылдық ұғымдарын қалай түсінесің, оның шынайы мазмұн ба, жоқ клиент үшін қабылдап жатырсың ба деген сияқты қосымша сұрақтар диалог жүргізе отырып, балаларға жасампаз қоғам құру үшін қандай қасиеттер керек, қазіргі мынау IT саласы, жасыл энергия, жаңашыл өндірістер қалай дамып жатыр деген сияқты сұрақтар қойып, балалардың назарын сабаққа аудара отырып, келесі тапсырманы ұсынуға болады. Бұл жерде технопарк инновациялық орталығының ауданын табу бойынша балалар теңдеулер жүйесі бойынша оның ауданын есептейді. Енді сізден назарларыңызға мысалы мынандай келесі суретті ұсынамыз. Қазір сіздерден сұрақ, мысалы осы суретті құндылықпен қалай байланыстырар едіңіз және 9-шы сыныпта мысалы қалай қолданасыз математика сабағында? Сабақтың қай кезеңде қолданасыз? Бастапқы ма, соңғы ма, ортаңғы кезеңі ме? Өз ойларыңызды бөліссеңіздер.
Сіздерге кезек. Қандай құндылықпен байланыстыруға болады? Кіріктіруге болады. Өз ойларыңызды бөлісе беріңіздер, сосын біз ары қарай көрсетеміз. Жалпы әріптестер, осы суретті мысалы қандай құндылықпен байланыстырар едіңіздер? Ой пікірлеріңіз болса. Мысалы бізде 9-шы сыныпта 3-ші тоқсанда тригонометрия бөлімінде оқу мақсатқа бізде 30 градус 0 градуста тригонометриялық функциялардың мәнін білу деген сол градустарды есте жылдам сақтату үшін мысалы мына суретті көрсету керек болады да, және осы суретті мысалы сабақтың соңғы кезеңінде, қорытындылау кезеңінде сыныпта мысалы ұсынуға болады. Осы сурет арқылы оқушыларға келесідей пайым жасауға алып келу керек. Телефонға еңкейген сайын сен тек уақытыңды емес, денсаулығыңды да жоғалтып жатырсың деген пайымға оқушыларды алып келеміз. Енді сонымен қатар 9-шы сыныпта бізде бірлік шеңбердің бойында нүктелерді белгілеу деген оқу мақсаты бар ғой. Осы жерде бізде мысалы мынандай тапсырма беріледі, тригонометриялық шеңбер беріледі. Шеңберде мынандай доғалармен нүктелермен берілген келесі доғалардың ұзындығын табыңыз деген сияқты есептер беріледі мысалы суретте. Енді осы тапсырманы біз қалайша құндылықпен байланыстырамыз? Келесі мысалы осы тапсырманы орындағаннан кейін оқушыларға мынандай сұрақ, шеңберді доғалар нүктелер мен доғаларға бөледі де, әрбір доғаның ұзындығын анықтайды ғой. Осы тапсырмадан кейін оқушыларға келесідей 5-ші тапсырманы ұсынуға болады. Бұл тапсырмада оқушыларға келесідей сұрақтарды қоямыз. Мысалы, компьютерлік офтальмологияда қандай математикалық әдістер қолданылады? Көру бұзылыстарын анықтауда геометрия мен тригонометрияның рөлі қандай? Және көру өрісін тексеруде тригонометриялық шеңберге ұқсайды ма? Көзі орталық нүкте деп алуға болады ма? Осы сұрақтары төңірегінде пікір алмасамыз, және бұл жердегі осы тапсырманың нәтижесі арқылы оқушылар мысалы өмірде тригонометриялық қайда қолданылатынын нақты дәлелін ала алады, және математиканың өмірде қолданылуына көре отырып, жалпы пәнді оқуға деген оқушының біріншіден қызығушылығы артады, екіншіден функционалдық сауаттылығы артады, және үйге мысалы зерттеушілік қабілетін дамыту мақсатында үй жұмысына мынандай зерттеу сұрағын ұсынуға болады. Көру өрісін өлшеуде полярлық координата қолданылады ма? Осы жерде оқушы өздігінен үйге полярлық координата дегеніміз не, оның тригонометриялық байланысы қандай, және көру өзгерісіне бұның байланысы бар ма, жоқ па, қосымша зерттеу жұмысымен айналысады. Енді біз қазір сіздерге экранда осы 9-шы сыныптар бойынша жаңа апробация жүргіздік. Осы жерде міне көріп отырғандарыңыздай 9-шы А сыныбы, 9-шы Ж сыныптары 2023-24 оқу жылына қарағанда, былтырғы оқу жылында 2024-25 жылда жаңағы сәл деңгейі көтерілгенін осы жерден байқауға болады. Яғни бұл жерде балалар біріншіден сабаққа қызығушылығы артып, өздерінің білімдерін көрсете білді осы жерде. Енді осы жұмыстар бойынша бізде біршама жетістіктермен бөлісіп отырмыз. Біріншіден құндылыққа негізделген білім, тәрбие мен білім беру бағдарламасы аясында, адал азамат бағдарламасы аясында бізде мысалы бірінші тәлім атты тәрбие құралы жарық көрді. Осы жерде мен мысалы 11-ші сыныпқа байланысты сынып сағаттарына және тәрбиеге құндылықтарды қалай кіріктіреміз, сол бойынша өнім шығарды. Екінші мысалы киіз үй және геометрия элективті курс бағдарламасы шығарылды құндылыққа байланысты, және мынандай мақалалар жарық көрді.
геометрия пәні құндылықтарға бағытталу оқыту әдістері және ізденіс облыстық ізденіс газетінде математикалық сауаттылықты арттыруда құндылықтарға негізделген білім берудің маңызы атты мақала жарыққа шықты. Сондай ақ біздің оқушылардың мына алтын түлек, кенгуру, ақбота, облыстық республикалық байқаулар, жоба жұмыстары, ғылыми жоба жұмыстарына қатысты балалар. Алтын түлек облыстық республикалық деңгейдегі кезеңдердегі балалардың жетістіктерін көрсетіп отырмыз. Осы жерде мысалы ғылыми жобалар байқауының мысалы республикалық кезеңінде бірінші орынға иелендік. Бұл жерде біздің қатысқан секциямыз қолданбалы математика. Бұл жерде де біз жаңа математиканың күнделікті өмірде қолданылуына байланысты ғылыми зерттеу жұмысымыз тақырыбы сол болды. Сонда осындай жақсы нәтиже көрсеттік. Және онымен қатар сіздер өздеріңіз білесіздер, алтын түлек олимпиадасы 10-11 сыныпқа арналған. Ол олимпиададағы сұрақтардың барлығы практикалық неге бағытталған тапсырмалар. Оқушылардың жаңағы функционалдық сауаттылығының деңгейін анықтауға байланысты берілген тапсырмалар, олимпиада есептерінің бәрі немесе математикалық білімін қолдана білу деңгейіне бағытталған олимпиадалар. Осы жерден де оқушылар бірнеше жыл бойы қатысып, жақсы нәтижелі орындар көрсетуде. Қазір енді сіздерге өнімнің не нұсқасын көрсетейік. Жалпы өнімнің басымен таныстырып шығайық. Әрбір бөлім бойынша өнім алдымен жаңа теориялық бөлімнен тұрады. Теориялық бөлімнен тұрады. Және 9-шы сыныптың әр бөліміне, мысалы, мынау бөлімге байланысты 10 тапсырма қамтылған. Келесі бөлім бізде дескрипталары дайын, яғни сабақ жоспарына кірістіруге дайын тапсырмалар. Әдістеме ұсынымның соңғы жағында сабақ үлгілері көрсетілген. Екінші мысалы комбинаторика элементтер тарауында да 10 есеп қамтылады, және әрқайсының қай тақырыпта қандай оқу мақсатына осы тапсырманы қалай қолдануға болады, құндылықтарды қалай дарытады, осы түсіндірме жұмыстарымен беріледі. Сосын келесі тарауымыз комбинаторикадан кейін келетін тарау бізде. Әр тапсырмада мына әр тапсырманы құндылықпен қалай байланыстыратынымызды сипаттаймыз. Сосын кейін мысалы арифметикалық прогрессия тізбектерде де осы тарауда да бізде 10 тапсырма келтіріледі. Мысалы біз білеміз, жаңа прогрессия тақырыбы өткен кезде бізде жасампаздық және жаңашылдық құндылығымен біз мысалы қалай байланыстырамыз. Ол үшін біз мысалы қысқаша мынандай тапсырма береміз. Ферманың суреті және оның 17-ші ғасырда өмір сүрген ферманың келесі сандарды жай сан деп 22n+1 деген болжам жасайды да, бұны бізде 17-ші ғасырда ферма осылай болжам жасайды да кетеді, бірақ бір ғасырдан кейін 18-ші ғасырда егер бұның n-5 болған жағдайда орындалмайтынын дәлелдейді. Осы мысалдың төңірегінде біз оқушыларға қандай тәрбиені құндылықты дәріптейміз. Кез келген қоғамдағы ақпаратқа сыни тұрғыдан ойланып қарау, әртүрлі ақпараттарды мысалы сыни көзқараспен қарау керек, және қоғамдағы түрлі пікірлерге, жалған пікірлерге еркетпеу керектігін түсіндіреміз. Жалпы былайша айтқанда медиа сауаттылық жайлы пікір алмасу орнатамыз. Одан кейін прогрессиядан кейінгі бізде келесі бөлім прогрессияның тригонометрияда тура солайынша толығында әр бөлімде 10 тапсырма кездеседі. Әр тапсырманы сабақтың қай кезеңде қалай құндылықпен байланысты қолданатынын көрсетеміз. Және мысалы мына жерде жаңағы желдің бағытына байланысты есеп, бізде тригонометрияда қосу формуласын береміз ғой. Осы қосу формуласына мынандай тапсырманы ұсынуға болады. Мысалы, желдің бағыты мен жылдамдығын бақылайды. Жел шығысқа қарай 30 градуспен соғып тұр, біраз уақыттан кейін ауаның массасы әсерінен жел бағыты тағы да 45 градусқа өзгереді. Осы жердегі желдің жылдамдығы 12 метр секунд. Оқушылар есептеу керек желдің соңғы бағытын, желдің қозғалыс проекциясын және желдің горизонтал бағыттағы жылдамдық проекциясын табу керек.
Бұл бізде физикамен байланысты. Осы жерде біз математиканы физикамен байланысты және күнделікті өмірде тригонометрияның қосу формуласы қалай қолданылады, не үшін қолданылады және оның маңыздылығын көрсете отырып, пәнге қызығушылығын оятуға болады. Тура солай тапсырманың жауабы келтірілген және тапсырманы тексеру дескрипторы ұсынылады. Сіздерге әдістемелік ұсыным қалай құндылықтарды дарытамыз. Сол да сіздерге жазылған. Он шақты енді келесі бөлім. Ықтималдықтар кезеңі. Ықтималдықтар теориясының элементтері бойынша. Яғни бұл жерде көп мұғалімдерде мысалы құндылықтарды сабақты қыбыжыға құндылықтарды қалай дарытамын, яғни құндылықтарды қалай кірістіремін деген мәселе туындайды. Сол себепті осы әдістеме ұсыным бойынша құндылықтарды сабақтың қай кезеңіне қосу керек, қалай қолдану керек, сол бойынша мұнда дайын қамтылған. Құндылықтарды дарыту мысалы осы тақырып бойынша математиканы қоғам өмірдегі маңыздылығын көрсету үшін сабақтың бастапқы кезеңінде жаңа күнделікті өмірде ықтималдықтың классикалық анықтамасын қолдануға арналған жаңа нақты кейс дейміз ғой, мысал келтіру арқылы неліктен мысалы өмірлік кездейсоқ таңдау бар, барлық жағдай тек ықтимал формула классикалық ықтималдыққа сәйкес келеді. Осы есепте мысалы кафе, дүкен, ойын, спорт немесе тіпті жолда кездейсоқ таңдау кезеңінде де қолдануға болатындығын балаларға жеткіземіз. Тапсырмалар шешумен, дескриптормен толық берілген. Соңында бізде сабақ үлгілері. Қорытындыда бөлімнен кейін бізде сабақ үлгілері берілген. Әр бөлім бойынша бұл жерде толық қамтылған. Қандай тапсырмалар шешумен, дескриптор бағалау критериймен қандай платформалар қолдануға болады. 5 бөлімге қысқаша 5 қымыжының үлгісін қамтиды. Осы қымыжыда қалай қолдануға болады және қандай актылар қолдануға болады, барлығы үлгісі келтірілген. Сұрақтарыңыз болса, осы әдістемелік ұсыным бойынша назарларыңызға рахмет. Назарларыңыз қысқаша осы. Енді әріптестер, сіздердің сұрақтарыңыз болса, немесе айтатын пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, тыңдап отырмыз. Новый этап. Көрінбей тұр. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. Сұрағымыз жоқ, бәрі тамаша. Рахмет. Өте тамаша, жүйелі жұмыс. Рахмет. Рахмет. Так, скрин жасадым. Мен жаңа бір скрин жасадым. Сұрақ жоқ болса, онда келесі Маратына. Әріптестер, бізде бүгінгі 3 жұмыс толықтай қорғалды. Жалпы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болмаса, онда аяқталды. Шыға берсеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Венера Зум жасадыңыздар ғой сіздер? Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.